Ассалаумағалейкум. Тамыры тереңде жатқан, ұрпағына үміт артқан, өткеніне салауат айтып, бүгініне шүкір тәубе дейтін қасиетті халықтың ұрпағымыз. Оқылған намаз, келтірген иман, берген садақа баршасы қабыл болсын. Қазақтың кешегі көне дәстүрінде көп деген дүниелер, маржандарымыз болды. Сол маржанды дәстүрлеріміздің бірі бұл қой басты деген дәстүрі. Елде көктемеде қыстан шыққан өлі жүннен, күзде қырыққан тірі жүннен бояуға салып, түрге салып, арнайы шиға салып, киіз басып, бүгінгідегі әдемі оқалы кілем, парсының кілемі, кешегі түріктің кілемі деген сияқты әдемі дүниелерге бүгінгіде қол жеткенмен, кешегінде біздің алтын бармақты шебер әжелеріміздің қолынан қаншама сырмақтар, кілемдер, киіздер, түскиіздер баршасы сол біздің әжелеріміздің қолынан дайындалды. Мынау қой басты деген дәстүрі сол киізді шиге орап, жігіттер тепкілеп, ана үйдің, мына үйдің арасында сол киізді тепкілеп, оны білектеп, оны соқ-соқ жасап, киізді басып шығарғанның арасындағы бірнеше оның кезеңдері бар. Соның ішіндегі жігіттерге әрнебелеп, кендір арқанмен буып береді. Оны ауылдың жас бозбалалары бір-біріменен құшақ айқастырып, ынтымақтың көрінісін жасап, әжелерге көмектесіп, ол төсеніш кілем, ол жабынды киіздер, осының баршасы мақсатты түрде жасалынатын, осы жүннен жасалынатын киіз өнімін жасау кезінде екі үйдің ана үй, мына үй, осы іргелердің арасында, тепкіленіп жүрген киіздің арасында қой басты деп жастар жағы шулап, қой басты салтын сұраған. Ол деген сөз сіздің үйіңіздің тұсына киіз басушы, киіз тепкілеп келген жігіттер келгенде арнайы ас ауқат шығарып беру, сусындар шығарып беру, соларға бір жақсы кәдесін жолын жасау керек. Халқымыз әрбір дәстүрін мейрамға, әрбір дәстүрін ынтымаққа, бірлікке, құрметке бағыштап отырған. Сондықтан да дін менен дәстүр дегеніміз бұл біздің өміріміз, шынайы өмір келбетіміз. Қашанда бүгінде де осы қой басты дәстүрімізді қайта жаңғыртып отырсақ, оны қайтадан халқымызға, жастарымызға таныстырып отырса, кешегінде туысқандық қалай байланысты, муамалатымыз, барды келдіміз, аға, іні, нағашы, жиен, үлкен кіші, әже, ата, осының арасының барлығында көрінбейтін әдемі сыйластық қайда болды, қалай болды дейтін болса, осындай біздің дәстүрлерімізден болады. Қой басты сияқты салтымызы заманауи осы уақыт талабына сай келтіртуді де біздің шеберлігімізге аманат болып қала бермек. Тебілер, киіздер аман болсын, тоқылар, кілемдер, қалы кілемдер төрлеріңізде ілеулі болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.